Қайырлы күн баршаңызға. Мен облыстық арнаулы кітапханасының бөлім басшысы Айжан Қайратқызы Шуақты көктемнің шұғылалы мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күні қарсаңында мерекелік челленджге қосыла отырып, өз анамды және барлық аналар қауымын құттықтағым келеді. Адам баласы үшін ананың орны қашанда биік. Жұмақ ананың табан астында деген сөздің мәні аяулы жанның қадірін ерекше биіктетіп тұрғандай. Олай болса, қымбатты анашым, бүгін сізді қатты жақсы көретінімді айтудың тағы бір орайы туып тұр. Сізге күллі әлемнің барлық гүлін тарту етер едім. Аспандағы жұлдыздарды да сыйлар едім. Сіз әлемдегі ең сүйікті, қымбат, адал жансыз. Асыл анашым, сізді бар жүрегіммен көктемнің мерекесімен құттықтаймын. Әрбір күніңіз қуаныш пен шуаққа толы болсын. Және жанды тербеп жақсылықтың сүйіні, мойындайды мұны жұрттың дейімі, адамзатқа әлімсақтан құдірет, ана деген ұлылықтың биігі. Деп ақын Алма Түсіпбекова жырлағандай, барша аналар қауымына осы әдемі лебізімді арнаймын.